Ең бірінші, Руслан, саған рахмет айтайын деп тұрмын. Жалпы мен Русланмен әне жерде 20 жыл көрші болдық біздер. Үйімен үйі араласып, Русланның әжесі болып, менің мамам бәрі. Сонда жаңа Русланның өзін айтып жатырмын. Бұл үйде қанша бала болды? 6 бала. Тынбай таңертеңнен кешке шейін тек үйдің шаруасын жасап жүретін еді. Сосын ертеңіне барғанда Руслан сабақ айтады. Жалпы бұл үйдің балаларының бәрі сабақ жақсы оқыды. Қай уақытта оқып үлгерді екен деп ойлайтын едім мен. Сосын таң атпай 8-ден бастап бұл үйде топырақ тасиды ауыланың ішіндегі. Сосын менің марқұм мамам айтатын еді. Осы үйге түнімен біреу машинамен әкеліп топырақ төгіп кетеді ме? Күнде таңертең аула тазалайтын еді. Сосын барып қараймыз. Аула тазалағаны сонша ой топырақ болып жатқан жерлерін бәрін тазалап қоятын еді. Енді жоқ, соның қорытындысы не болды екен деп кейде ойлаймыз ғой. Мынау сондай үлкен еңбектің нәтижесі деп ойлаймыз. Соның нәтижесі осыған жетіп тұр енді. Мынау Ақсарайың құтты болсын. Біздер жаңа қап деп жатырмыз. Үлкейсек те кейде бір нәрселерді ұмытып кетіп. Енді шашуға келіп шашуымыз керек еді деп. Бірақ енді шапалақпен шашу шашайық. Енді қалаға мен жақында келдім, бір жыл болған жоқ. Дегенмен де құда бар, жолдас бар деген сияқты ана жерде мына жерде қонақта болғанда біздің ауылдың ана баласының жаңағы кафесінде, мейрамханасында болды дегенде жаңа мақұл айтқан. Мен ойлайтын едім, ойпырмай біздің ауылдан Егіндікөлде мықты ғой негізінде жаңа айтып кетті ғой. Мықтылардан бір кафе шықпады-ау деп. Сенің кафең келгенде жасыратын жұмысты қуандым. Сондықтан рахмет саған, қуансын, құтты болсын. Аман сау жүре бер. Қымбатты түлектер, 98 жылғы сендермен қауышып тұрғаныма қуанып тұрмын. Аман сау көріп жатырмын барлығыңды. Енді 98 жылы бәрін кішкентай емес едіңдер ол кезде. Бозбаламен бойжеткен болып қол ұстасып, мектептік вечерларыңды жасап, бәрін кетіп едіңдер. Енді 20 жылдан кейін сіздерді көрсем, бәрінде ержетіпсіңдер, есейіпсіңдер, үйлі-күйлі, балалы шағалы болып, оқып, еңбек етіп, біраз өмірдің біраз жақсы көрсіңдер. Есейгендерін көріп отырмын. Себебі мен сабақ берумен қатар кілең сырттағы жұмыстар, басқан жұмыстарды жасайтын едім. Мен соны қарап отырсам бәрінде, өз орындарын тауып отырсыңдар бәрінде, соған қатты қуанып отырмын. Мына Аллаға, мына өмірге риза болып отырмын. Енді бәрінде өз деңгейінде етіп, ер жетіп, жетістіктеріне жетіпсіңдер. Енді бәрін бірдей мейрамхана салмағанмен, әрқайсыңнан өмірден орын тауыпсыңдар. Соған қатты қуанып отырмын. Алла тағала өмірлеріңді көпсінбесін, отбасыларыңмен, бала-шағаларыңмен, ата-аналарыңмен аман есен жүрулеріңді тілейтін біздер сияқты ұстаздарың бар екенін естеріңнен шығармаңыздар. Енді аман сау болыңыздар. Амандықтарын тілеймін. Осы жерде тұрғаныма мықты қуанып тұрмын. Мына Елдостың бір нәрсесін айтайыншы. Баяғыда субботник деген клиент болатын еді ғой. Мен сол кезде бәрін де жек көрген боларсыңдар. Қайта шақырам, жұмсайын, пол жуасыңдар, таза жумасаңдар, қайта жуасыңдар. Содан күнде субботник, сосын мектептің ауласы үлкен, іші шоғаниядан толып тұратын еді ғой. Бәрін жаңа қарап жүріп ғой, бұл кезде жастауым қазіргідей емеспін, күшті жүгіріп, әрбір баланың есепіне оған. Бұны қарап келатсам, Елдос ұзын таяқтау болған. Сосын ана шоғайналар
шоғаналарды таяқпен түйреп енді ұстаса қолына іліп кетеді, сөйтіп үйіп жүр екен. Сонда ойласам, ол да бір амал екен. Амал ғой енді, жұмыс жасаудың, жаңа қолға кірген. Сөйтіп жүріп ол математик болды. Соны бір көрініс екен деп ойлаймын ғой енді. Сол күні сол шоғайдағы ол екі айдың қолмен алып қасының Иә, сондай. Енді әрқайсының өмірлеріне үмітсем, бәрінде мектепте іздерім толып жатыр, менің өмірімде іздерім толып жатыр. Енді оның бәрін айтып тоқтамай, қорыта келгенде бәрін өмірден орындарын тауыпсыңыздар. Соған қуанып отырмын. Елдос саған көп рахмет. Енді Елдостан басқа осыны ұйымдастырып жүрген барлық қыздарға, жігіттерге көп рахмет. Бақытты болайық, аман-сау болайық, елден болсын. Сіздерге Мақұлжан апайға жаңа басты қасиеттерді кеңірек ашып айтты. Батима апай болса, осындай шараларды өткізудің ең озық үлгісі. Мен осы күнге шейін облыстарда, республикаларда көрген жоқпын. Шаралар өткізген кезде Батима апай, мысалы үшін бірінші қарапайым мектептің өзінде класс жетекшісі дайындап өткізіп жатыр. Бір күні біздерге генеральный репетиция болады. Ол күні Батима апай келіп қарайды. Бірілдеп шошып шараны жасаймыз. Содан кейін өзі келіп көріп кетеді. Содан кейін генеральный репетиция дейді. Ол күні Мақұлжан апаймен бірге келеді екен. Ол кезде бірге тұрып кәдімгі ең үлкен концерттік деңгейде өткізіп шығамыз. Сондай үлгіні көргеннен кейін осындай шараларды өткізудің ешқандай қиыншылығы жоқ. Сіздерге тілектеріңізге үлкен рахмет. Орындарыңызға жайғаса беріңіздер, апайлар. Өзіңіздің сценарийіңіз бойынша жайлап жүргіземіз. Жұмысымызды асалып отырыңыздар. Осы жерде жаңа Мақұлжан апай мен Батима апайдың сөзі біздердің ойларымызға бір нәрселерге түрткі болып жатыр. Осы жерде отырған бөліп алатын жоқ, бәрінің де үлестері үлкен деп Мақұлжан апай айтты. Расында да сондай. Бұл жерде 52 оқушы бар. Соның ішінде енді бір 20-30-ы келіп отыр ғой жолдастары менен. Бұл жерде WhatsApp-та айтқан сөзіне тұратындар келіп отыр бұл жерде. Яғни біреулері WhatsApp-тың ар жағында отырып, не болса соны айтып жазып жібереді. Сосын сол сөзіне жауап бере алмайтын болса, балалар нағыз сөзіне тұратын. Сол WhatsApp-тағы нағыз батырлар сұрағы. Енді осы жерде Жайдарбек мүмкіншілік болса жаңағы бірінші бір видео бар, қысқаша. Біздер бір жағынан келген кезде 20 жылдық шарамызды едәуір нәрселерді бөліп қысқа формада өткізіп тастадық. Біршама шара атқардық ауылдан. Қазір WhatsApp, интернет арқылы тарап жатқан болады. Енді қазіргі мақсатымыз бас қосқандағы осы ұстаздарымыздың алдына әкеліп оларды құрметтеу, сыйлау, шағын сыйлықтарымызды тапсыру және сонымен қатар осы жерде жасаған жұмыстарымыздың кішкене бір бұл кісілер біздің бағасын беріп жатыр. Біз ұстаздың алдына бағамызды алуға келеміз. Сондықтан бір шағын өткен шаралардың бір үзіндісін берейік. Кеше 25 мамырда бардық. Сонда фото және шағын жаңағыдай дронмен түсірілген видео кескіндері бар. Мектебіміз қандай болып тұр екен, аяулы мектебіміз. Bir taraf көз жүгіртіп қоямын. Ауылым менің туған жерім, жанын қуып даладағы балалық шағым өтті кетті, қанша жыл бар өткен санадағы арадағы. Өтпестей болып сол күндерім сырғып өтіп қарамады, жаралады. Қаншама өткен бала күнгі естеліктер ойды аралады, барады әлі. Достарым бірге біз барайық, туған елге, туған жерге. Құрдастарым бастарын қосып бір қажайып, туған елге қыр басқаным сағым жыр бастады. Достарым бірге біз барайық, туған елге, туған жерге. Құрдастарым бастарын қосып бір қажайып, туған елге қыр басқаным сағым жыр бастады.
ойнап күліп, сырыңды біліп, мен күлсем күліп, жүргенде жүріп, бір ғасыр салған, кеудеде арман, балалық қалған, өтті ғой жалған. Үйінің бір-бір қазығын қаққан, көңіл жас құрғыр, өткенмен шақтар. Құрдастарым-ай, бір жастарың-ай, сендерді көріп, бір жасадым-ай. Құрдастарым-ай, бір жастарың-ай, сендерді көріп, бір жасадым-ай. Жусанын кешкен, ауылым өскен, думанды кештер кетпейтін естен, қызықты еткен балалық шақты, қадірлен неткен сезімдер тәтті. Үйінің бір-бір қазығын қаққан, көңіл жас құрғыр, өткенмен шақтар. Құрдастарым-ай, бір жастарың-ай, сендерді көріп, бір жасадым-ай. 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 Сендерді көріп, бір жасадым-ай. Апайлар, мен жетекшілермен амандасыңыз, ыңғайлы жерге орналаса берді. Енді осы жерде біздің кешіміздің бір ерекшелігінің бірі бізге келіп отырған музыкант жігіт, Ғазизжанов Альберт деген. Бұл жігіт те біздің құрдасымыз екен, және де музыкант жігіт, және де осы өз жерлесіміз Жалпақтал деген жерден екен. Осы құрдасымыздан бір қазіргі біздің көңіл күйімізді жақсы түсініп отырған болар деп ойлаймыз. Бір көңілді серік ететін бір ән сұраймыз. Бәріңіз ортаға шығып билеңіздер деп ойлаймыз. Билесеңіздер жақсы болады деп ойлаймыз. Бір жылда аладым, бір жылда өлем, кейіпкері кім шыныменен. Ән жырымның арғағы сәйкес келеді, жүрегімнің өксігіменен. Шалқып көңіл шатты бұйырсын, әсем әуен тәтті бұйырсын. Көңіліңе күлді ой салған, ре ми фа соль ля сүйірсін. Көңіліңе күлді ой салған, ре ми фа соль ля сүйірсін.
ас алып тамақ алып отырған. О, мына жерде біздің Аслан деген бауырымыз міне келіп спонсор болып отыр. Самалдың жолдасы Макарова Самал. Қайырлы таң. Жансақтан болғаннан кейін кішкене оның қағаздың түсі басқаша көп, біздерден сары кетіп жатыр, бұнда көп кетіп бара жатыр. Ержан деген бауырымыз Нұрлының жолдасы, ол кісіге спонсор болып жатыр. Ал осындай кішкене бойларыңыз сергіген боларсыздар, басқа кішкене толқуларыңыз кішкене басылып та келе жатқан болар. Осы жерде бізді 1-ші сыныптан 4-ші сыныпқа шейін жаңағы біздің сауатымызды ашқан екі біздің осы жерде ұлағатты ұстазымыз отыр. Біреуі Кереева Бақтылы Мырзашқызы, екіншісі Ахатова Светлана Кәкімжанқызы. Міне осы екі апайымызды құрметтеп ортаға шақырайық. Бақтылы апай бесті өте көп қойған, басқа жүгіріп барды. Мынау құрметті ұстаздар, егіндігін орта жалпы білім беретін ұжымы біздер бастаған, және мына жерде біздердің осыдан 30 жыл бұрын кішкентай сәби сияқты алғаш алдымызға келген кішкентай шәкірттеріміз қазір үлкен азамат, үлкен азаматша болып отқан қонақтар, 98 жылы бітірген түлектер, бүгінгі мынау барлығымыздың басымызды қосып осындай үлкен кездесу кешін өткізіп жатқандарыңызға көп-көп рахмет және құтты болсын деп айтқым келеді кездесулеріңіз. Енді бүгін 20 жылдай кездесіп жатсаңыздар, кейбіреулеріңізді мен осы 20 жылдан бері көрмегендеріміз бар екен іштеріңізде. Мектеп бітіріп кеткеннен кейін жан-жаққа оқуға, оқу бітіріп мамандық бойынша жұмыс қызмет етуге, отбасын құрып, жан-жақта жүрсіздер ғой. Өте қуаныштымын көргеніме. Енді жаңа Мақұс апай тоқталып кетті, біздің мектептің ұжымы, еңбегі, жұмысы, тәрбие бағытында мен көп тоқталмай қояйын. Кішкене ғана үзінді келтіргім келіп тұр. Сіздерді бұрында көз алдыма елестетсем, осыдан 30 жыл бұрын, 29 жыл бұрын 1-ші, 2-ші, 3-ші класста қалған кішкентай кездеріңіздегі бастауыштағы кездеріңізден кішкентай үзінді бергім келіп тұр. Есіме түскенім. Жаңа айтып отыр, А класы, Светаның класы, Свет апайлардың бір класы, менің класым, 2 класста 26 оқушыдан болып, біздің класс 3-ші класқа екен 24 болып. Енді қайсыңызды алсақ та, барлығыңызда ыстық, сондай сабаққа да үлгерімді, тәртіпті, ұйымшыл, көңілді, ақылды балдар деп ойлаймын. Себебі 2 класс тату, қатар оқыдық. 2-ші қабатта 8-ші кабинет бекен, 9-ші кабинет бекен. Төменде 1-ші, 2-ші класста төменде 1-ші қабатта оқыдық. 2-ші, 3-ші класста біздер 2-ші этажда мұғалімдер бөлмесінің қасында оқыдық. 2 класс кейде үзіліске шыққанда араласып, мен ана 2 айнұрын таба алмай қалып, не болмаса Қасым мен Мирас деген оқушыларын Света таба алмай қалып, менің қасында жүретін еді. Солай ғой, қатты тату, араласып жүретін еді, бір-біріне ойнап. Оңдасын деген баламыз біздің, соның кішкентай ренжімейтін боларсың. 1-ші класста мектепке келгенде бір 10 күндей сабаққа келмей жүр. Келеді, бірақ кетіп қалады, соңғысынан қалып. Мектептің ауласында жаңағы қыдырып, жүріп, 11-лерді тараймыз 1-ші класста. Кетіп үйіне барады, сабақтан келдім. Бір күні Света кетіп тұр, Света апайларымыз.
апай оңдасын деген сыртқа шықса мектептің алдына көрінеді де жақындасам жоқ деп. Солай қарасам мектептің онда ол кезде ағаштары кішкентай ғой, сол ағаштың арасына тығылады екен. Ал мен шықсам маған көрінеді. Сосын жаңа оңдасынға шақырам, кел балам мында кел деп. Оңдасын келеді, апай сіздің қасына барайын ба, әлде өзің қасына барайын ба деп. Сосын әкелем де жаңа сыйқан қасына кіргізіп жіберемін. Арқасында үлкен сөмкесі болады. Сол кезде Қазим апайлар дүкен жөндеймін. Қауын жаңа қарбысытып, сонысын дәп-дәпті сары, иісі шыққан қауын толтырып алып келеді. Соның өзі қызық қой. Қазір мені керемет үлкен азамат, отбасы, семьясы бар. Енді 2 Айнұр болды. Осы Айнұр, Баубекбай Айнұр, Елдоспен екеуі морковь әкеліп, морковьпен таласатын еді сәбізге, сабақтың үстінде. Апай мен сәбізімді алып қойды, сәбіз бермейді дейді. Немесе мына Айнұрды алса, Меңдалиева Айнұр. Жаңа үзілісте кейін сабақтың үстінде шақырып кетеді ғой мұғалімдер бөлмесіне. Жиналысқа кетіп қалам. Сол кезде Айнұр класты тып-тыныш қылып отырғызбайды екен. Бір күні жиналыстан кетіп, жаңа Олжағали ағам директор. Сол кезінде мен кірдім жұмысқа. Содан кейін Мақұз апай болып, Сағынбай ағай болып, Бәтия апаймен бірге жасадым, 80-ші жылы едім. Сол жаңа тып-тыныш, балалар тарап кетті ме екен, әлде шығып кетті ме деп келсем, есікті жайлап ашып қарасам, Айнұр жүр, указка болады, ол кезде қолдан жасаған таяқтан әкеліп береді балалар жасап. Сол указкамен әрі партаны соғып бүйтіп жүр. Біреу айтады, Айнұр сыртқа шығып келейінші деп. Жоқ, Айнұр деп айтпа, мені Бақтыл апай деп айт деп аяғыма бүйтіп қояды. Бақтыл апай десең мен шығарамын, Бақтыл апай деп айт, мен Бақтыл апаймын деп. Сөйтіп класста Айнұр мұғалім болып жүрді менің орнымда. Сол сияқты қызық. Жаңа Нұртайды айтып отырсың биші деп. Шын мәнінде де биші болып Нұртай. Осы Бейбіт пен Нұртай сол кезде мен фотоға түсеміз. Бәтия апай жинап алады жаңа жеке бір фотоларын. 6-да 9-да екен, ішінен озаттарын коридорға кетті, сосын жаңа спортқа бағытталған балдарды істен жасайды. Сол кезде жаңа осы Еркінқали сияқты, сосын Бейбіт біреу, менде фотолар болу керек. Жерлерді жатып тауып берем. Соның артына бір күні журналдың ішіне жаңа 2 фотоны салып қойыпты, сабаққа келсем. Үзілістен келсем. Қарасам жаңа артына бейдеп жазыпты, Бейбіт бәкен, осы Еркінқали ма. Досым Бақтыл апайға ескерткіш менің фотом деп жазып қойыпты. Бейбіттің дара фотосы, сосын Еркінқалиның дара фотосы. Сол фотолар менде әлі сақтаулы сияқты, бір күні берем өздеріңізге. Кішкентай кезінде. Сол сияқты қызық, тағы да көп естеді. Қысқартайын. Біздер сырттарыңыздан естіп, сіздердің еңбектеріңізді, осындай дәрежеге жетіп, қызмет етіп жатқандарыңызға қуанып, сырттарыңыздан қызығып, қуанып отырамыз. Енді мына Елдос жаңа тоқталып кетті ғой, және фильм көрсетіп. Биылғы 2018 жыл 25 майда рухани жаңғыру жылы ғой, соған байланысты бір ерекше үлкен іс атқарды. Көп ұйымдастырып, біздің мектебімізден өзің туған ауылына, өзің түлеп шыққан мектебіне оқыған, соған арнап бірнеше жұмыстар жасады, осы 81-ші жылғылар бастап. Қателеспесем. Міне ерекше үлкен еңбек, үлкен құрмет ауылына, мектебіне естіп, интернеттен көріп, оқып, қатты қуандық. Міне осы жалғасын тапсын. Енді биылғы жылы 82 біздің балаларымыз 82-де жалғастырады, арғай жалғаса береді деп ойлаймыз, тілейміз. Дұрыс үлкен жұмыс. Мен де толып күт Мақұз апа, айтатын көп еді. Енді сендердің жаңа айтып жатыр ғой. Өзіміздің баламыздың үйінде отырмыз, Жақсы енді балаларым, бәрінде бақытты болыңдар, аман болыңдар, жанұялармен бақытты болып, балаларының қызығын көріңдер.
сіздердің жақсы осындай еңбектеріңіз, қасиеттеріңіз балаларыңыздан да көрінсін, балаларыңызға жұғысты болсын. Біздер қуанамыз. Себебі біздің балаларымызсыңдар, біздің мектептен шыққан, Егіндіөл ауылынан шыққан, өзіміздің ордамыз, өзіміздің мектебімізден ұшқан түлектердің сіздерден де басқа балаларды да көріп, естіп, қатты қуанып отырамыз. Осындай үлкен биік белестерден көріне беріңіздер. Аман болыңыздар. Сіздерге ақ жол тілеймін. Бастарынан бақ қонсын барлығыңызға да. Енді көп рахмет айтамын. Осы сәтті мен пайдаланып тағы да бір екінші рахмет айтқым келіп тұр. Егіндіөлде мен 3 жылдай болды көшіп келгенім осында қоныс аударғаныма. 42-ші жаңа Ақниет гимназиясына кіріп, сонда 2 жыл жасадым ауылдан келгеннен, көшіп келгеннен кейін. Былтыр сол ұжым мені зейнеткерлікке шығарып, былтыр пенсияға шықтым. Сонда үлкен кеш болды. Сонда естіп, мына Елдос балам ұйымдастырған, Ботагөз, Еркінғали, жаңа Нұртай, барлығы ұйымдасып, сол кешке келіп мені құттықтап кетті. Құрметтеп кетті. Рахмет, көп рахмет. Өзімнің жаңа тәрбиелеген десем де болады, басшымыз десем де болады, директорымыз Мақұз апай Құрманғали, Мақұз апай Айсағали қызы да келіп, мені сол кешіме қатысып, құттықтап кетті. Көп рахмет айтамын. 60-қа келіп, 58-ге келіп пенсия ашып атсам да, бір түрлі 48 келген сияқты болдым сол күні. Енді сол балаларыма, енді Айнұр Алматтан құттықтап атыр, тілек білдіріп. Жаңағы Елдос, Есқали Елдос Астанадан құттықтап атыр. Қасым бүгін жоқ екен, ол Ақсайдан барлық құттықтап, сол 26 балам 26-сы. WhatsApp-ға шықпаған екен, жаңа содан рахмет айтамын. Сіздерге мен де сол балалық кездегі, бастауыш кездегі суреттеріңізді дайындап, сіздерге де мен бір кішкентай сыйлық әкелдім. Нұртай әкелді ғой балам. Сол балалық, яғни бастауышта оқыған кездерінде естеріңе түсірсін деп, сол кездегі 2 класста түскен фотомызды алып, суретімен тәттілер әкелдім. Елдос, Ботагөз, саған табыстайын. Ашау. Иә, мынаусын көтере ғой. Ботагөз, негізі сабақта 5 минут үзіліс беріледі ғой. Қазір сіздерде де үзіліс беріледі, сонда өздеріне тапсырарсың да. Суреттерімен. Рахмет айтамын тағы. Күніңіз ашық болсын, аман болыңыздар. Осындай кездесулеріміз көп болсын. Биыл 20 жылда кездесіп жатсыңдар, енді 30 жылда кездесіңдер, 40 жылда кездесіңдер. Менің өзім Шыңғырудан бітірдім. Былтыр бізде 40 жылдық кездесу болды. Мектеп бітіргенімізде. Біздер 10 жылдықта кездестік, сыныптастар. Онда жаңа жап-жас қыз жігіттер болып келдік. Кейбіреуіміз тұрмыс құрып, кейбіреуіміз үйленіп. 20 жылдыққа келгенде балаларымызды алып келдік. 30 жылға келгенде балаларымыздың тойына, қыздардың тойына шақыру билетімен келдік. Былтыр 40 жылға келгенде уже немере, шөберемен келіп алды. Енді 50 жылда кездесеміз деп кеттік. Шыңғырлау орта мектебінен келген менің класстастарым. Сол сияқты сіздер де биыл 20 жылда кездессеңіздер, енді 30 жылда кездесіңіздер, 40 жылда, күн таусылмасын, 50 жылда, 60 жылда кездесе беріңіздер. Осындай кездесуге көп болсын. Рахмет.